Бізге керекті нәрселер сүт, ашытқыш, бір жұмыртқа, құмшекер, барлығын жақсылап қосып араластырып аламыз. Кішкене тұз қосамыз және ұнымызды 2 бөлікке бөліп, қамыр қылып илейміз. Арасында сұйық майымызды құйып, жұмсақ қамыр етіп илеп шығамыз. Дайын болған қамырымызды жылы жерге 20-30 минутқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді біз осыны 10 бөлікке бөлеміз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, бірдей көлемде көз мөлшерімен болмаса таразы өлшемімен бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Өте жұмсақ болғандықтан ұрпақты етіп жаямыз. Ыңғайларыңызға қарай оқтаумен я қолмен жайып, арасына осылай сары май жағып, жұқартып, қамырды бірінен соң бірін тегістеп аламыз. Соңында осы қамырдың барлығын жайып, үлкен етіп, оқтаумен тегістеп, бірнеше бөліктерге бөліп, қалауыңызша тәтті салсаңыз, салмасаңыз да болады. Мен осындай варенка түрін қолданамын. Өте дәмді. Өте жұмсақ, нәзік, әрі қатпарлы болып шығатын круассан рецебі осы. Қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтыны сөзсіз, өте нәзік шығады. Мен бірінші рет істедім және бірінші істегеннен үйдегілердің бәріне қатты ұнады. 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Міне арасын осылай кейін етіп салып, бетіне жұмыртқа жағып, пешке салып пісіріп аламыз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.